Қазіргі таңда өте жиі кездесетін артериялық қан қысымының көтерілуі, яғни давлениенің неден пайда болады, не себептен давлениенің көтерілуі қауіпті болып табылады. Бүгін соны мен сіздерге айтып боламын. Сіздермен бірге дәрігер Аружан. Менің каналыма тіркеліп қолдау көрсетіп кетіңіздер. Артериялық қан қысымының көтерілуі, яғни давление медициналық тілінде артериялық гипертензия деп аталады, гипертония деп те аталады. Яғни ол артериялық қан қысымының, систолық артериялық қан қысымының 140 сынап бағанасының жоғары болуы, диастолық артериялық қан қысымының 90 мм сынап бағасынан жоғары болуы. Бұның барлығы күрделі медициналық терминдер. Жай сөзбен айтатын болсақ, жоғарғы қан қысымының жоғарғысының 140-тан жоғары болуы, яғни 150, 130, 160-тан жоғары болуы, ал екіншісінің 90-нан жоғары болып табылады. Артериялық қан қысымы диагнозы бір дегеннен қойылмайды, яғни гипертония диагнозы. Оның өзінің бірнеше тексеру әдістері бар, яғни біз онда жалпы қан анализін зерттеуден өткіземіз, биохимиялық анализді зерттеуден өткіземіз және коллограмманы зерттеуден өткізудің соңынан ғана артериялық қан қысымы бар, яғни гипертензия диагнозы қойылады. Сонымен қатар, бірінші рет емханаға келген кезде адамның қан қысымын өлшеген кезде біз 3 рет өлшейміз, яғни тыныштық жағдайында, физикалық белсенділігінен кейін өлшенеді. Сонымен қатар кейбір пациенттерде симптом белого халата деген болады, яғни дәрігерді көрген кезде қорқып кетеді, соның әсерінен қан қысымы жоғарылауы мүмкін, бірақтан басқа да жағдайларында мүлдем қан қысымы көтерілмейді. Сол себепті де пациенттерге үйге қағаз беріледі, сол қағазға сағат сайын өздері үйде қан қысымын өлшеп жазып отырады. Содан кейін ғана біз тек артериялық гипертензия диагнозын нақты дәлелдей аламыз. Және де суточный мониторирование жасалынады және холтер аппараттарымен тексеру жұмыстарын жүргізу арқылы артериялық гипертензия диагнозы қойылады. Қазіргі таңда ол өте жиі кездеседі. Осы уақытқа дейін тек 40-тан 30-дан асқан адамдарда артериялық гипертензия кездессе, қазіргі таңда 20 жастағы адамдардың өздерінде де, 20-дан енді асқан адамдардың өздерінде де артериялық гипертензия кездесіп жатыр. Сонымен қатар енді келеді, оны артериялық гипертензияның біз екі түрге бөлеміз. Біріншілік эссенциалдық түрі және екіншілік симптомдық түрі деп айтылады. Біріншілік эссенциалдық түрі өте жиі кездеседі. Оның пайда болуының өзі екі факторға бөлінеді: қоршаған орта факторлары және генетикалық факторлар. Қоршаған орта факторлары барлығымызға белгілі. Никотинді ұзақ жылдар бойы және көп мөлшерде тұтынудың әсерінен пайда болады. Алкогольді ішімдіктерді пайдалану, спиртті пайдалану, психоэмоционалдық стресстердің әсерінен пайда болады. Жалпы стресс кезінде біздің қан тамырларымыздың барлығы қысылып қалады, соған әсерінен қандарының көлемі артады. Және де соның әсерінен қан қысымы жоғарылайды. Және де әлеуметтік экономикалық факторлар да әсер етеді. Дұрыс тамақтанбау да артериялық гипертензияның пайда болуына себеп болады. Яғни дұрыс тамақтанбау дегеніміз тағамның құрамында өте көп майлы заттардың болуы, біздің ағзамызға мүлде қажет емес қанттар, көмір, артық мөлшерде қанттың пайда болуы, артық мөлшерде тұздың болуының әсерінен артериялық гипертензия пайда болады. Сонымен қатар ішетін судың құрамында да кальцийдің мөлшері артық пайда болатын болса, бұл да артериялық гипертензияға бір себеп болады. Ал генетикалық факторға қандай да бір, яғни бізде артериялық гипертензияның жоғарылауына жауап беретін гендер бар, солардың мутациясының әсерінен пайда болады. Яғни ангиотензиноген гені деп аталады. Сол геннің мутациясының әсерінен пайда болады. Және қоршаған орта факторларына жаңа дұрыс тамақтанбау деп айттық қой, майлы тамақтарды көп жегеннің әсерінен, тұзды тамақты көп жегеннің әсерінен, физикалық белсенділіктің болмаған әсерінен, оның әсерінен семіздік пайда болады. Ал семіздіктің әсерінен артериялық гипертензияның жоғарылауы байқалады. Ал екіншілік түрі, симптомдық түрі, бұл белгілі бір аурулардың әсерінен пайда болады. Мысалы, бүйректік аурулардың әсерінен, эндокриндік жүйелердің ауруларының әсерінен, гемодинамикалық аурулардың әсерінен, орталық жүйке жүйесінің ауруларының әсерінен пайда болады. Енді артериялық гипертензияның негізгі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жіктемесі бойынша біз үш дәрежесіне бөлеміз: бірінші дәрежелі, екінші дәрежелі және үшінші дәрежелі. Бірінші дәрежелі систолық артериялық қан қысымының 140-тан 159-та болуы, диастолық артериялық қан қысымының 90 мен 99 аралығында болуы. Екінші дәрежелі систолық артериялық қан қысымының
160 пен 179-да болу, диастолық қан қысымы 100 пен 109-ың арасында болу. Ал үшінші дәрежелі болса систолық артериялық қан қысымының 180-нен жоғары болу, диастолық артериялық қан қысымының 110-нан жоғары болуы. Не себепті артериялық қан қысымын біз қауіпті деп санаймыз? Өйткені бұл қан тамырларына зиян келтіреді. Жалпы ең жиі зиян келтіретіні бұл ми мен жүрекке зиян келтіреді және бүйректің де жұмысына зиян келтіреді. Жүректе созылмалы жүрек жеткіліксіздігі байқалады. Сол жақ қарыншаның гипертрофиясы, яғни сол жақ қарыншаның көлемінің артып кетуі байқалады. Бізде жүрек 4 камерасының, сол ең маңызды камерасының үлкейіп кетуі. Және де миокардтың инфарктісі, миокард инфаркті пайда болады. Ал мида болатын болса инсульт, мидың инсульті геморрагиялық немесе ишемиялық инсультқа алып келеді. Инсульт дегеніміз ол қан тамырлар, геморрагиялық және ишемиялықта қан тамырларда тромбтың жиналып қалуы, геморрагиялықта қан тамырының жарылуы. Ол өте қауіпті аурулар болып табылады. Келесі видеоларда оны толық талқылап беремін. Кейін бүйректе болса созылмалы немесе жедел бүйрек жеткіліксіздігі байқалады. Сонымен қатар қан тамырларды, көздің қан тамырларына зиян келтіреді. Көздің көруінің төмендеуі байқалады. Жалпы артериялық гипертензияның емі медикаментті емдеуге болады, ал медикаментті және медикаментсіз. Медикаментсіз дегеніміз, яғни дәрі-дәрмексіз емдеу алғашқы сатыларында, жеңіл түрлерінде үй жағдайында медикаментсіз дәрігердің тағайындауынан кейін жасауға болады, егер сізде артериялық гипертензия жоғары болатын болса. Яғни медикаментсіз дегеніміз дұрыс тамақтану, тағамның құрамында тұзды, майлы заттарды азайту. Дене белсенділігін қалыпқа келтіру, егер де артық салмақ болатын болса, ол артық салмақты азайту болып табылады. Дене белсенділігін қалыпқа келтірген кезде бір дегенде жүгіріп немесе бір ауыр тренировка жасаудың қажеті жоқ. Жай ғана қарапайым күніне бір алғашқы күндері 10 минут жаяу жүру, кейін 15 минут, 20 минут, яғни жаяу жүрудің өзі дене белсенділігі болып табылады. Ал медикаментті емді дәрі-дәрмектерді дәрігердің бақылауынан кейін, дәрігердің тексеруінен кейін ғана алынуы керек. Үй жағдайында қалай біз артериялық қан қысымын өлшейміз? Жай ғана тонометр аппаратымен, жерде көрсетілген тонометрмен өлшеу арқылы көреміз. Онда қалай өлшелетіндігін мен келесі видеоларда айтып беремін. Жалпы артериялық қан қысымы жайлы осы. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау көрсетіп кеттіңіздер. Всем пока.